Бибігүл есімді қыз әртүрлі дыбыстарды қайталап, өз дауысымен айтқанды өте ұнататын. Терезенің арғы жағындағы құстың шырқаған әнін естіп, сол әуенді айнытпай салуға тырысатын. Еденнің тақтайы сықырласа, оны да аудармай салатын. Бірде боран кезінде Бибігүл үстелдің астына кіріп алып, боран сияқты ұлып қоя берді. Шошып қалған анасы ұлған жамандық шақырады деп қатты ашуланған еді. Бибігүлдің жаман ойы болған жоқ. Ол тек сырттан естіген дыбысты қаз қалпында қайталағысы келген. Бибігүлдің жан дүниесі кішкене кезінен өнерге жақын, әртістігі басым болатын. Бибігүлдің жаны әр кез ән салып тұратын. Ол одан бір сәтте ажыраған емес. Тіпті ет комбинатында жұмыс істеген кезде де станоктың жанында сызылта ән салып, арасында шыр көбелек айналып билеп те алатын. Өнерге іңкәрлігі сондай, жұмысты есінен тарс шығарып, бүлінген банкілерді байқамай өткізіп жіберетін. Бірде цех басшысы әннен аузы бір тынбайтын әнші қызды көркем өнер көрсетіліміне жібереді. Бірақ өкінішке қарай Бибігүл комиссия алдында таңғажайып талантын ашып көрсете алмайды. Пойызда қатты тоңып, суық тигізіп, дауысын жоғалтып алады. Осылайша сахнаға жол жабылғандай болады. Бірде туған қаласы Семейде қыздың ән айтып отырғанын осында жер аударылған атақты жазушы Галина Сербрякова естіп қалып, саған консерваторияға түсу керек деп кеңес береді. Ал Бибігүл оған онсыз да консерв цехында жұмыс істейтінін айтады. Әйел бұл жауапқа шек сілесі қатқанша күліп, қызды вокал бойынша алғашқы нағыз репетицияға шақырады. Әнші қыз танымал опералардан күрделі ариялар орындап, атақты өнер қайраткерлерін таза әрі күшті дауысымен таңғалдырған. Сол жерде оны ұсынып, талантты бойжеткен консерваторияға түседі. Арада бірнеше жыл сан сынақ өткен соң Бибігүл қазақтың нағыз бұлбұл әншісіне, опера аңызына айналады. Оның мөп-мөлдір сыңғырлаған үні, колоратуралық сопрано дауысы әлемнің ең үлкен сахналарын бағындырды. Халықаралық ЮНЕСКО ұйымының шешімі бойынша Бибігүл 20 ғасырдағы ең көрнекті 20 елдің қатарына енді. Ол талантты әншілерге арналған халықаралық байқау ұйымдастырды. Халықтың қошеметі мен үшін ең үлкен марапат, тағдырдың ең қымбат сыйы, және бұдан асқан бақыттың маған керегі жоқ. Бибігүл Төлегенова.